Шымкентте 21 жастағы қыз пышақ жарақатынан қаза тапты. Қайғылы оқиға 11 қаңтар күні тұрғын үйлердің бірінің маңында болған. Полицияның хабарлауынша, күдікті ретінде 28 жастағы ер адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қаза болған марқұм 21 жастағы студент Нұрай Серікбай, отбасында 3 баланың кенжесі. Марқұмның туған ағасы қарындасын тұйық әрі жуас қыз болған деп сипаттады. Осы жағдайды пайдаланған күдікті оның қыр соңынан қалмай жүйелі түрде мазалап жүрген. Туыстарының сөзінше, жігіт марқұмды әбден басынып, соны өлімге әкелді деп күйінеді. Аталған дерек бойынша адам өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында 21 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны өлтірді деген күдікті ер адам ұстады. Іздеу жұмыстарына қалалық полиция департаментінің жеке құрамы толықтай жұмылдырылды. Қаланың кіреберіс және шығаберіс бағыттарында бақылау күшейтіліп, аумақты жан-жақты тексеру жүргізілді. Күдікті қала аумағынан шамамен 10 шақырым қашықтағы ашық жерде анықталып ұсталды. Қазіргі таңда 28 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алдын ала мәліметке сәйкес, күдікті марқұммен бұрын таныс болған. Қылмыстың себептері мен мән-жайлары тергеу барысында анықталады. Аталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалып, кешенді жедел тергеу шаралары жүргізілуде. Қызды ұрып, сосын пышақ тыққан. Беті де, қолы, арқасы, ішек жақтарын бәрі неғып кеткен, прямо қатты неғып тастаған. Шымкент қаласындағы қанды қылмыс жұртшылықтың жағасын ұстатты. Оқиға 11 қаңтар күні сағат 18:40 шамасында Төлеметов көшесіндегі нөмір 6939 үйдің маңында болған. 21 жастағы қыз пышақ жарақатынан көз жұмды. Тұрғындардың айтуынша 28 жастағы ер адам жас қызды қуалап жүріп бірнеше мәрте пышақтаған. Кейіннен оқиға орнынан қашып кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша марқұм мен күдікті бұрыннан таныс болыпты. Тіпті қылмыс болмай тұрып, бір күн бұрын қыз бен жігіттің арасында жанжал болған көрінеді. Қыз примерно где-то 21 жасар, ол 97 жылғы екен, қыз 2004 жыл. Екеуі бірге жүрген ау деймін, қыз бала болыпты. Оқиға осындай жағдай кешкі сағат 6:40-та болған. Қыз үйіне шыққан, екеуі сөйлесіп, ренжіскен, қызына жақтан бала екеуі жүгіріп келді. Содан қызды ұрып, сосын пышақ тыққан. Беті де, қолы, арқасы, ішек жақтарын бәрі неғып кеткен, прямо қатты неғып тастаған. Мына жерде келе жатқан бір келіншек бар еді, жұмыстан келе жатып көріп қалды да, айқайлап, ай, не істеп жатырсың, 102 шақырам деп неғаған кезде, ана бала қорқып қашты да, 1 минут болмай қайтадан жүгіріп барып, тағы да 3-4 мәрте тағы пышақ тыққан. Не болды, не жағдай деп сұрағанымызда, жаңағыдай енді жүрген дейді, оның алдын тағы да 2-3 күн бұрын осындай кешкі уақытта сол қыздың дауысын естіген екен көршілер. Мына жерде далада жүрген, жұмыстан қайтып жатқандар жаңағы ұрсып, екеуі айқайласып, не себеп екенін білмейміз енді. Төлеметов көшесінің тұрғындары аталған аумақта түнгі уақытта көше жарығының жоқтығына байланысты айналаның толықтай қараңғыланып кететінін мәлімдеді. Олардың айтуынша бұл жағдай азаматтардың қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді. Оқиға барысында пышақ жарақатын алған қыз ауыр дене жарақаты салдарынан оқиға орнында көз жұмған. Мен кәдімгідей шокта жүрміз, есімізді әрең жинадық, кеше бар ғой, реально оңай емес. Мен кешегенде қалада жүргенмін, негізінде сол моментте бізде группа бар осы чаттың, сол жаққа жазады. Мен түсінбеймін басында не болып жатыр деп, сосын мамаларға жіберем, сыртқа шығып қараңыздаршы не болып жатыр десем, мына жақта полициялар прям толып жатыр. Мына жақтан өткізбейді, біз айналып келдік ана жақтан. Сосын реально қорқып кеттік, полициялар үйге келіп бізден допрос алды, не болды, қайдан көрдіңіздер, не танисыздар ма деп. Сол қыз танымайды екенбіз, бірақ көрген кезде кәдімгідей шок болып қалды. Какой-то 2-3 минуттың арасында ана қыз қайтыс болып кетті ғой. Бізде мына жақта осылайынан жүреміз біз магазинге. Бұл жаққа негізі жарық керек, потому что біз түнде 2-3-те магазинге шығамыз. Қазір тем более қыстың ауасы кәдімгідей күн ерте батады деген сияқты бар ғой. Сол сияқты енді біз осы жаққа көршілерге жайында айтып жатқан жарықты көбейтсін деп. Мына жақта 9 этажға жақта негізінде жарық төбеден түседі, бізде толықтай мынандайлар ғана бұл дұрыс жарық бермейді. Марқұм қыздың жақындары қайғылы жағдайға байланысты пікір білдіруден және сұхбат беруден бас тартты.
Алдын ала мәлімет бойынша пышақ жарақатынан қаза тапқан 21 жастағы бойжеткен Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының бірінде білім алған. Ол қысқы демалысқа байланысты туған үйіне келген. Күдікті ретінде 28 жастағы Аймахан Шерхан іздестіріліп жатыр. Ол Hyundai Mufasa маркалы көлігімен қашып кеткен. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігі адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тексерілген өзекті ақпараттар КАЗ 365 порталында. Арнаға тіркеліп видеоны бөлісуді ұмытпаңыз. Маған Дін Мұхаммед деген. Мен пікір алмасып жазысып жүргенбіз. Бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым. Аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп кеп тұрғанда, жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бачысы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық. Суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық. Ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube-ті көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің ана фигурды осыған жіберсеңіздер. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылуы бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын.